Сәлем қыздар, біз қазір самса шашқақ дайындаймыз. Бізге 10, 20-25% сметана, 3 жұмыртқа, сода, 6% уксуспен гастит етеміз, және де 72-82% сары май қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды саламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болуы қажет. Үстіне сметанамызды саламыз. Сметаналарымыз домашний болса жақсы. Және 3 жұмыртқамыз саламыз. Енді осыны жақсылап миксерлеп аламыз. Біркелкі масса болғанша обязательно миксер болуы керек. Егер сметаналарыңыз домашний болатын болса, густой аласыздар. Если домашний жоқ болса, 20-25% сметана қолданасыздар. Мінекей содамызды уксуспен гастит еттік. Енді осыны қосып, үстінен ұнымызды саламыз. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. 800 грамм ұн бізде. Массамыз біріккенше миксерлейміз. Менде ұн өлшемді өлшеп қойғанмын. Соны салдым. Ұндарыңыз негізі тесна высший сорт болса жақсы. Мінекей, енді әрмен қарай қолмен илейтін боламын. Қамыр қолға жабысқақ болып келеді. Артық еш нәрсе қоспаңыздар қыздар, тесталарыңыз шықпай қалады. Дәл осы грамм бойынша жасаңыздар. Мінекей қыздар, біздің қамырымыз дайын. Енді осыны аламыз да қолдарыңызға жабысқақ болып келеді. 30 граммнан өлшеп алатын боламыз. Если қолдарыңызға жабысып жатса, аздап ұн сеуіп жасасаңыздар да болады. Енді осыны оқтаудың көмегімен жаямыз. Ортасын емес, көбінесе шет жағын жайыңыздар бүккен кезде. Шет жағы жұқа болса болады. Осыған фаршымызды саламыз. 1 шай қасық. Қатты толтырып, қатты азғып салмаңыздар. Шет жағын жұқа қылып жайыңыздар қыздар, ораған кезде қалың болып қалмас үшін. Қыздар, начинкамызды салып, осылай орап шығамыз. Шпажка болмаса, бұлайша жасауға да болады. Неге енді осыған шпажкамызды кіргіземіз. Бетіне желток жағамыз. Және бетіне черный-белый күнжіт болса себе береміз. Домашний яйца болса вообще сап-сары болады. Осыны 180 градуста пісіріп аламыз. Неге қыздар, біздің самсамыз дайын.